Бүгінгі сабақта екі өрнектің квадраттарының айырмасын көбейткіштерге жіктеуді үйренеміз. Бірінші біз былай істейік. Екі өрнектің айырмасын олардың қосындысына көбейтейік. Яғни а минус б-ны а плюс б өрнегіне көбейтеміз. Бұл көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесі бойынша орындалады. Көпмүшені көпмүшеге көбейткенде бірінші көпмүшенің әрбір мүшесін екінші көпмүшенің әрбір мүшесіне үлестіріп көбейтетінбіз. Сонда бірінші жақшадағы а-ны екінші жақшадағы а қосу б-ның әрқайсына көбейтіп алайық. Сонда а-ны а-ға көбейтеміз. А квадрат плюс а б болады. Енді минус б-ны екінші жақшадағы а плюс б өрнегіне көбейтеміз. Сонда минус а б болады. Минус б квадрат болады. Осы жерде енді ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберетін болсақ, плюс а б минус а б қарама-қарсы өрнектер болғандықтан олар жойылады. Сонда а квадрат минус б квадрат өрнегі шығады екен. Осы екі өрнектің айырмасымен олардың қосындысының көбейтіндісі сол екі өрнектің квадраттарының айырмасына тең болады екен. Бұл біздегі қысқаша көбейту формуласының біреуі болып табылады. А минус б, а плюс б тең болады а квадрат минус б квадратқа. Енді осы формуланы қолданып мысалдар келтірейік. Айталық, 9b минус 8a екі өрнектің айырмасын осы екеуінің қосындысына көбейтейік. 9b плюс 8a-ға. Сонда не шығады? Жаңағы формуламыз бойынша а өрнегінің орнында 9b, ал b-ның орнында 8a тұр. 9b минус 8a сол екі өрнектің қосындысы 9b плюс 8a. Оны біз қысқаша көбейту үшін 9b-ны 9b-ға көбейтіп 9b квадрат деп жазамыз. Таңба минус 8a-ны 8a-ға көбейтеміз. 8a-ның квадраты. Қысқаша осылай жазсақ болады. Енді 9-ның квадраты 81, b-ның квадраты b квадрат болады. Минус 8-дің квадраты 64, а-ның квадраты а квадрат болады. Міне біз қысқаша екі өрнектің айырмасымен олардың қосындысын осылай көбейтіп жазсақ болады. Мысалы, мынандай жағдай болсын тағы да. Бұл бірінші мысал болсын, енді екінші мысал. Айталық, 5x қосу 3y-ті көбейтейік 3y азайту 5x-ке. Бұндай жағдайда не істейміз? Бірінші өрнектегі 5x қосу 3y болып тұрды, ал екінші жақшадағы өрнек 3y азайту 5x болып тұр. Осындай жағдайда біз жаңаға 3y минус 5x болған жақшаның өзін қалдырамыз да, ал қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейтін болғандықтан 5x плюс 3y-дің орнын ауыстырып жазамыз. Сонда бізде мынандай шығады. 5x орындарын ауыстырып жазамыз, қосылғыштардың орнын ауыстырып жазамыз. Сонда 3y қосылған 5x, ал екінші жақшадағы 3y азайтылған 5x-дің өзін жазамыз. Енді жаңағы өзіміздің формуламызға тура сол қысқаша көбейту формуласындағыдай өрнек пайда болды. 3y плюс 5x, 3y минус 5x. Олай болса біз а-ның орнында 3y, b-ның орнында 5x тұр. а квадрат 9y квадрат болады, минус b квадрат 25x квадрат болады деп бірден жазамыз. Енді осы формуланы біз екі санның көбейтіндісін есептегенде пайдаланайық. Үшінші жағдай, үшінші мысал дейік. Айталық, 15,2-ні көбейтейік 14,8-ге. Мына көбейтіндінің мәнін табу керек. Енді бұл көбейтіндінің мәнін табу үшін біз кәдімгі 15,2-ні 14,8-ге бағандап көбейтуімізге болады. Әдеттегі өзіміз білетін әдіспен. Ал енді осыны бүгінгі формуланы пайдаланып қалай жылдам көбейтуге болады? Ол үшін біз 15,2-ні біз 15 қосу 0,2 деп жазып алайық. 15 қосу 0,2 деп жазайық та. Ал енді 14,8-ді 15 азайту 0,2 деп жазайық. Себебі 15-тен 0,2-ні азайтсақ 14,8 шығады. Енді бірінші өрнек 15 пен 0,2-ның қосындысы түрінде тұр, ал екінші өрнек 15 пен 0,2-ның айырмасы түрінде тұр. Екі өрнектің қосындысымен олардың айырмасының көбейтіндісін жаңағы өзіміз үйренген формула бойынша жазатын болсақ, 15-тің квадраты минус 0,2-ның квадраты болады. Ал 15-тің квадраты 225,
0,2-ның квадраты 0,4. Сонда 225-тен 0,4 алатын болсақ, 224,96 деген сан шығады. Яғни біз жаңағы бағандап көбейтіп, уақытымызды жоғалтпай, бірден қысқаша көбейту формуласының көмегімен мәнін тауып алдық. Енді жаңағы өзіміз танысқан формуланы керісінше қолданайық. Яғни жаңа біз екі өрнектің айырмасы мен олардың қосындысының көбейтіндісін екі өрнектің квадраттарының айырмасы түрінде жазып едік. Енді керісінше екі өрнектің квадраттарының айырмасын көбейткіштерге жіктеп, өрнекті ықшамдауға мысалдар келтірейік. Мысалы, бізде мынандай мысал берілсін. Айталық 5а плюс 6-ның квадраты минус 9 болсын. 5а минус 6-ның квадраты минус 9. Енді осыны екі өрнектің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісі түрінде жазайық. Ол үшін бірінші өрнектің квадраты өз қалысында, ал 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты екенін білеміз. Сонда біз бүйтіп жазсақ болады. 5а плюс 6-ның квадраты минус 3-тің квадраты. Яғни осы формуладағы 5а плюс 6 ол а-ның орында тұр. А-ның орында. Ал 3 дегеніміз ол б-ның орында тұр. Сонда а квадрат минус б квадрат. Мінекей а квадрат минус б квадрат. Оны айырмамен қосындының көбейтіндісі түрінде жазамыз. Сонда бірінші жақшада а минус б. А-ның орындағы өрнек 5а плюс 6 минус б-ның орындағы өрнек 3 болып тұр. Ал а-ның орындағы өрнек 5а плюс 6 плюс б-ның орындағы өрнекті, яғни 3-ті жазамыз. Енді осы жақшаның ішіндегі ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберетін болсақ, 5а-ның өзі жазылады, плюс 6 минус 3 қарама-қарсы әртүрлі таңбалы сандар болғандықтан азайтамыз, плюс 3 болады. Ал екінші жақшада 5а-ның өзі жазылады, плюс 6 плюс 3 бірдей таңбалы сандар болғандықтан олар қосылады, 6-ға 3 қоссақ 9 болады. Міне бұл бір мысал болсын. Жаңағы өзіміз айтқан керісінше қолдануға екінші айталық мынандай бір мысал берілсін. 2а плюс б-ның квадраты минус айталық б плюс минус 2а дейік. Осының квадратын жазайық. Мұнда не болып шығады екен? Бұл жерде көпмүшенің квадраты минус көпмүшенің квадраты болып тұр. Енді көпмүшенің квадраты бірінші көпмүше а-ның орында тұрған өрнек. Мынау бізде а-ның орында тұр, ал екінші көпмүшеміз ол б-ның орында тұр. Сонда а квадрат минус б квадрат. Енді оны теңдіктің оң жағындағы көбейткіштер түрінде жазамыз. А минус б формулада а минус б, яғни а-ның орында тұрған өрнек 2а плюс б-ны жазамыз. Минус б-ның орында тұрған өрнек б минус а. Енді екі өрнектің алдында минус таңбасы бар жақша болғандықтан, ол жақшаны ашқан кезде б мен минус а-ның таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады. Сонда плюс б-мыз минус б болады, ал минус а плюс а болып жазылады. Бұл бізде б минус а деп жазғанымыз. Енді б плюс а плюс б дегенді жазғанда 2а плюс б-ның өзі жазылады. 2а плюс б-ның өзі жазылады, плюс б-ның орында тұрған өрнек б минус а-ның өзі жазылады. Б минус а-ның өзі жазылады. Сонда не шығады? Мінекей а-ның орында өзін жаздық, минус мына жердегі өрнектің таңбасын өзгертіп жаздық. А-ның орында өзін жаздық, плюс б-ның орында тұрған өрнекті жаздық. Енді ұқсас мүшелерін біріктіру керек. Сонда жақшаның ішіндегі плюс б мен минус б қарама-қарсы өрнектер болғандықтан жойылады. Ал плюс 2а-ға а-ны қоссақ 3а болады екен. Ал екінші жақшаның ішінде 2а-дан азайтамыз а-ны 1а болады. Ал б қосылған б, олар қосылса 2б болады. Мынандай екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жазылды. Енді үшінші бір мынандай мысал келтірейік. Айталық мынандай болсын. А квадрат минус 2аб плюс б квадрат минус айталық z квадрат болсын. Мына өрнекті осы өзіміз танысқан формуланы пайдаланып көбейткіштерге жіктеу керек. Қалай жіктейміз? Бірінші тұрған өрнекке қарасақ, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Екі өрнектің айырмасының толық квадратын беріп тұр. Яғни бұл бізге а минус б-ның квадратын береді. Мына жердегі өрнек
а минус b-ның квадратын береді. Минус z квадраттың өзін жазып қояйық. Минус z квадрат. Міне енді жаңағы көп мүшенің квадраты азайтылған көп мүшенің квадраты түрінде келді. Бұл жерде көп мүшенің квадраты минус бір мүшенің квадраты болып тұр. Енді бұны жіктеу үшін a-ның орнында a минус b, b-ның орнында z тұр. Яғни біз бүйтіп жазамыз. a минус b, a-ның орындағы өрнектің өзі минус z. Ал екінші жақшада a минус b, a-ның орындағы өрнек плюс z-тің өзі. Енді бұл жерде жақшалардың ішінде a, b, z ұқсас емес мүшелер болғандықтан біз оларды біріктіре алмаймыз. Өрнектің мәні осылай қалады.